Dostlar, tағы да сәлем. Біз қазір өзіміздің орнымызға жайғастық. Бізде Qatar Airways авиалиниясы, сондықтан да бізге пока что барлығына жатыр. Бізге осындай бір заттарын берді. Енді қазір ол жайында потом көрсетеміз. Бізде посадка болып жатыр. Ана жақта сорттағы жүрегім сынып отыр бар ма? Қыздарына красочек асылып тұр ма? Шашы қайыр қойды, білейін, қоқыс алмай отыр. Біздің ақшқа дейінгі сапарымыз Катар мемлекеті арқылы болатын болғандықтан, біздің алғашқы нүктеміз оның астанасы Доха қаласы болды. Алматы қаласынан шамамен 5 сағаттай ұшып бардық. Ендеше біздің қалай уақыт өткізгеніміз жайында осы видеода оқып көрсететін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біз тамақтанайын деп жатырмыз. Бізге тамақ алып келді. Алматы қаласынан Дохаға дейін бізде ұшу сағаты 5 сағат, одан кейінгі біздің ұшағымыздың арасында 19 сағат, 20 сағат бізде күту уақытысы бар. Жалпы осылай. Біз Катарға жеттік. Күн өте ыстық, біз енді сүйіп отырмыз. Ұшақтан түсер-түспес ыстық жел бетімізге қатты ұрды. Негізінен енді Катар мемлекетінің ыстық жер екенін білетінбіз, бірақ осындай ыстықты қатты күтпедік. Себебі Қарағанды қаласынан шыққан кезде күн қатты салқындап кеткен соң өте қалың киімдер киініп алғанбыз. Алматы қаласы да салыстырмалы түрде салқын болды. Сөйтіп бірден осындай автобусқа отырдық. Аэропортқа жеткенше біраз уақыт алды, үлкен екен аэропорттары. Одан соң кірген кезде бір демалып қалдық, себебі бүкіл жерде кондерлар екен. Өте ыңғайлы, прям жақсы болып қалдық қой, себебі дала шамамен 36-37 градус ыстықты көрсетіп тұр. Доха қаласының әуежайы өте ыңғайлы, әдемі, заманауи, ең бастысы салқын екен. Әр жақта салқындатқыштар орнатылған, солысы ыңғайлы екен. Біз әжетханаға кіріп киімдерімізді ауыстырып алдық, себебі Қазақстаннан киіп шыққан киімдеріміз біз үшін өте қалың болды. Әрі қарай да біз Доха қаласын аралауды жөн көрдік, яғни біз үшін Катар мемлекеті өте қызықты болды. Сондықтан да 20 сағат күтудің орнына уақытымызды тиімді пайдалану үшін аралағымыз келді. Бірақ біз ең бірінші сол жақтағы қызметкерлерден сұрап алуды жөн көрдік, яғни осындай 20 сағат күту уақытысының аралығында сіздерден берілетін жеңілдіктер немесе көмектер бар ма деген болатынбыз. Оларды қарастырып іздестіріліп, бізге берілетін воучерден тауып берді, яғни оған бізде 5 жұлдызды қонақ үй, ол жақта тамақтандырумен бірге және де қонақ үйге алып келудің кіретіндігін айтты. Енді осындай кезекке тұрдық, біз барлығымыз бірге күттік. Енді 30-40 минуттай күтуге тура келді, бірақ соңында бізге осындай воучердің қағазын берді. Қонақ үйге апарамыз, тамақтандыру барлығы номер осыған кіреді. Қатты қуанып кеттік, сонымен шықтық. Это жара! Ребята, это парилка! Это живая парилка! Бізді қонақ үйге өздері алып барып және де алып келеді. Ең бастысы соның барлығы да тегін. Осындай автобустардың біріне отырдық және де біз осындай 3 қыз ғана болдық. Тек қана үшеуміз бір автобуста сондай салқын, ыңғайлы автобуспен бірге қаланың ортасындағы бізді қонақ үйге дейін тегін апарып тастады. Барлығын көрсетіп, қаланы қарап, солай жетіп алдық. Сондықтан да достар, сіздер де болашақта бір жерге ұшу барысында күту уақытысы ұзақ болған жағдайда барып сұрастырып көріңіздер, ұялмаңыздар. Себебі ондай берілетін жеңілдіктер болса пайдаланған дұрыс. Яғни барлығы да тегін, барып демалып аласыз. Себебі әуежайда 20 сағат күту ол өте ауыр, жататын жерде жоқ, тамақта алу шамалы қымбат болуы мүмкін. Ал бұл жақта барлығы да тегін, апарып алып келу трансфер, жататын жеріңіз, тамағыңызға дейін.
күту уақытысына қарай әртүрлі қонақ үйлер бөлінген екен. Біздің қонақ үйдің қызметкері бізді бірінші қабаттан күтіп алды, көлікке дейін шығарып салып, барлығын түсіндірді және де өзіндік турын ұсынды. 4 сағат ішінде әр адамға $18 бірнеше локацияларды, егер де ұнаса өзіңіздік бір белгілі көлік арқылы сонымен сіздерге көрсете аламыз деді. Біз ойланбастан сатып алдық және де бізді өзіміздің отелімізге дейін тегін осы трансфер арқылы жеткізіп салды. Біздің отеліміз дәл қаланың ортасында, осындай әдемі ғимараттардың жанында екен. Өте қатты қуандық. Мына жерде сіздер орталық музейді көре аласыздар. Ол жайында қазір тағы айтатын боламыз. Міне бұл біздің отеліміз. Өте күшті, 5 жұлдызды, сондай әдемі, ең бастысы салқын. Себебі Катарда ең бастысы сол сияқты салқындатқыштың болуы. Әр көлікте, қонақ үйде дегендей. Біз өзіміздің номерімізге бара жатырмыз қазір. 10-шы қабатта. Біз қазір барлық сіздерге көрсетеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Достар, бұл біздің этажымыз. Қабатымыз. Біз 10-шы қабатта, мына жақта біздің бөлмеміз. Бөлмеге обзорды қазір салатын боламыз. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. У меня пока что сторис, занимается влогом. Ой, не деген кондер. Ребята. Надо и так шетелдеріміз. Так, қай комната еді бізде? Так, 18 здесь, да. Блин, да, мына жақта бізде қазір сыртта 36 градус, да? Сейчас, чтобы вам всем было видно. Открываем. Бізге бірінші рет көреді. Так, Моечка, закрывай дверь. Ой. Ребята, Вот, бізде былай есіктен кірдік. Кірген кезде бізде мына жақта уборная. Заттармен, привет. Мына жақта тоже. Мына жақта бізге душ барлығын дайындап қойған екен. Күшті. Но что-то запах такой кішкене неприятный бар. Ну, так нормально. дезинфицирующий средство. Я. Мына жақта бізде осындай столик немножко такой. Да. И осындай төсек. Давайте видті көрейік қазір. Ал мына жақта қазір видті қарайық. Біз 10-шы қабаттамыз. Енді вид так. Вот енді вид прям мына жақта. О май гаш. Да, бізде центральный, мына жақта тұрған бізде центральный музей. Осы Катардың пляж. Ал жағында пляж. Күшті, біз енді қазір обедке барамыз бұйырса. Міне бұл бізде осындай кішігірім столик бар, телефонмен, теледидар. Мына жақта кішігірім кухня. 2 адамға арналған төсек бізде екеуміздің билетіміз. Мына жақта су, кофе барлығын дайындап қойған. Мына жақта осындай бір әдемі, бір сондай детальдар. Стиральная машина, има, ребят. И тут большой шкафчик. Тут холодильник есть. Далада білесіздер ме, қандай ыстық, нереально жара. Біз бір автобустан түсіп кіргеннің өзінде өте қатты ыстықтадық. Ал мына жақта прям сондай салқын. Это так классно, кондерлар жақсы жұмыс жасайды. Бізге қатты ұнап жатыр. Бөлмемізге жайғасып болған соң төменгі қабаттағы мейрамханаға түскі ас ішуге түстік. Яғни өзіміздің осындай очерлік қағаздарымызды алып алдық, яғни сары қағаздарымызды көрсету арқылы түскі асты жаңағыдай алуға рұқсат сұрадық. Бұл жақта барлығы да жалпы күшті орналасқан екен. Осындай сусындардың түрлері бар, чай, кофе кез келген сіз таңдап ала аласыз. Осындай швед стол ретінде орналасқан. Мына жақта салаттардың түрлері, тәттілер, сондай-ақ мына жерде біз соустардың түрлерін қарай аласыздар. Әртүрлі елдің тағамдары бар, теңіз тағамдары әртүрлі жалпы бөлінген екен. Кез келген салып аласыз, қаншақты қалсаңыз соншақты жей аласыз. Мына жақта шведский стол. Өзімізге пирожные, пироги барлығын аламыз. Вот такой есть. Это фруктовый пуш, так как будто салатик такой. Ана жақта балды. Ана жақта мен түсінбедім не екен, просто для пробы. Овощи, фрукты. И, конечно же, мындай пепси. Аспас. Видео. Ребята, я не хотела такого. Ну, қазақта есть, қазақта. Қазақтың қаны жібермейді. Блин, что-то красиво. Боже мой. Түскі астың уақытынан кейін біз өзіміздің сатып алған турымыздың қызметкерлерін күттік. Яғни олар өздерінің көліктерімен бірге белгіленген уақытта бізді отель алдында күтіп тұрды.
барлықтарына тағы да сізге. My company they informed me actually book for the 3-hour city trip. So I'll бізге осындай жаңа көлікпен келді, солай бізді қалаға қыдыртуға алып шықты. Су барлығын бізге заранее дайындап қойған екен. Ең бірінші біздің келген жеріміз Доха қаласының орталық мұражайы, яғни музей деп атаймыз ғой. Сыртынан қарасаңыздар өте ерекше кескінде жасалынған, өте әдемі. Ең бірінші көзге түскен ғимараттардың бірі болған болатын. Біздің жалпы қонақ үйіміздің жанында орналасқан екен. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, туристер өте көп. Бұл күн өте қатты ыстық болған өзінде де осындай ұзыннан ұзақ күтетін кезек бар. Бұл негізі музейдің, мұражайдың сәулеткері француз сәулетшісі екен. Сол арқылы жасалынған. Біз өкінішке орай ішіне кіре алмадық, себебі бұл кезекті күтетін болсақ, біздің 20 сағатымыз бітіп қалушы еді. Сондықтан да сыртынан қарадық, барлық олардың оқиғаларын, барлық тарихын естуге тырыстық. Содан кейін ары қарай өзіміздің сапарымызды жалғастырдық. Одан соң 2022 жылы Катар мемлекетінде болған футбол ойындарына арнайы соғылған 974 стадионына келдік. Бұл стадион неге олай аталады дейтін болсақ, бұл 974 арнайы контейнерлардан жасалған стадион болып табылады. Жалпы ол осы Катар мемлекетінің телефон кодына да сәйкес келеді екен. Осындай қызық ақпарат бар. Келесі біздің келген локациямыз Катар мемлекетінің Доха қаласының ең көрікті жерінің бірі, және де бұл жерді әлем футболдық ойындарына, яғни FIFA-ға қатысқан мемлекеттерге арнайы осындай аллея ретінде де жасаған. Бірге қарап көрейік, өте тамаша, бізге қатты ұнады. Келесі біздің келген локациямыз қалаға әрбір жақтан әдемі көрініс ашылатын осындай жап-жасыл саябақ. Негізі Катар өзі осындай құрғақ бір мемлекет болған өзінде барлық жер осындай жап-жасыл, сондай әдемі екен. Одан соң біз өте қымбат райондардың біріне келдік. Мұнда Ferrari, Rolls-Royce деген сияқты қымбат көліктердің салондары орналасқан екен. Оны көріп тағы бір қуанып қалдық. Келесі локациямыз Катар мемлекетінің өзіндік бөлек Венециясы. Бұл жақта шынында да бір бөлек бір мемлекет секілді, үйлерінің өзі ерекше, былай қарап тамашалаған өз күшті екен. Одан соң тағы ерекше жерлерге бардық, базарды барып араладық, туысқандарымызға ерекше сыйлықтар алдық. Одан соң өзіміздің номерімізге келіп, ужинға дейін, яғни кешкі асқа дейін демалып алуды жөн көрдік. Содан кейін уже бізге дайындалып шығу қажет. Біз душқа түсіп, өзіміз реттеліп алдық. Вика. Кешкі аста швед столы болды. Яғни өте дәмді тағамдар қосылған екен, тағы да тамақтанып алдық тойып. Содан соң бөлмемізге келіп демалып алдық. Бізге олар 3 сағаттан кейін шығамыз, сіздер демалып алыңыздар деді. Өзіміз хабарласамыз деп, осылай көлік келеді деп айтты. Содан да өзіміздің бөлмемізде жатып шамалы демалып алдық. Біз қазір отельде шайында жатырмыз. Енді ары қарай аэропортқа барып, өзіміздің жолымызды жалғастырамыз. Уже үйреніп қалдық бар ғой, өте сондай бір комфортный, өте күшті отель болды. Бізге қатты ұнады. Сол барлығын өткізіп, қазір Мика кіртімді өткізіп жатыр. Біз жолға шығамыз. Бізді одан соң осындай автобуспен бірге әуежайға дейін шығарып салды. Сіздерге барлығы ұнады деген үміттеміз. Сіздермен бірге болған Казмет пайдалы болса, ұнаса лайк басып комментарий жазуға ұмытпаңыз.